Әкесі дүниеден өткен кезде өзінің ұлы жуындырып, соңғы табытқа, соңғы көлігіне салып, кебінін орап шығарып салатын болса, ол әке бұл дүниеде лайықты өмір сүрді деген сөз ғой. Ал ана дүниеден өткен кезде өзінің қызы, келіні соңғы кебінін киіндіріп, жуындырып, соңғы көлігі табытқа салып, қабірге апарып, шығарып салатын болса, ол ана лайықты өмір сүрді деген сөз ғой. Қазір қаншама ана ұстат көріп отырасың ғой? Көріп отырасың. Анам дүниеден өтіп кетіп еді, мәйіт жуатын адамдар бар ма деп 20 мың теңге, 30 мың теңге адамдар іздеп жатыр. Ал дәл солай өзінің қызы ана дүниеден өткен кезде, қызы келіні соңғы ақтық сапарға ғұсылының құйындырып, кебінін киіндіріп жібере алмаса, ол ана 60 жыл өмір сүрсе, босқа лайықсыз өмір сүрді деген сөз шығады екен да. Ал әке 60 жыл өмір сүріп, өзінің ұлы тұрып, өзінің ұлы жуындырып, кебініне салып бере алмай дүниеден өтіп кетсе, ол әке дүниеден лайықсыз өмір сүріп кетті деген сөз шығады екен ғой. Көрдіңіз ба? Сол сияқты мынау ана болмаса әке дүниеден өткен кезде ұлдары, қыздары соңғы табытқа, соңғы көлігіне, соңғы кебінін кигізуге ұл қыздары өздері әрекет жасап, имамсыз, сол мәйітті жуатын адамдарсыз өзін ұлдары мен қыздары жуындырып, сол кебінін кигізіп шығарып салатын болса, ол ата-ана бақытты, ол ата-ана босқа өмір сүрмеген, лайықты өмір сүрген деген сөз шығады деген да. Көрдіңіз ба? Бізде қазір қоғамда анау бұрында неден көретін ек, шаншардан көретін ек, ақша жалдап шығаратын еді ғой, әкем-ай деп жылап ақшаға жылайтын. Сол өмірде шынайы бар нәрсе екен. Осы сыр ел жағында, Қызылорда жақта бар екен, 150 мың теңге қормен жылап беретіндер. Ол да жайлап келе жатыр деген сөз ғой. Өзінің анасының, әкесінің жаназасында жылай алмайтын адамдарды көрдік қой. Сол сияқты аналар, апалар, көкелер, бауырлар, сізбен біз дүниеден өткен кезімізде сізбен біздің асырап баққан, анау 20-ға келген, 25-ке келген, 30-ға келген ұл қыздарымыз сізбен бізді лайықты түрде соңғы ақтық сапарымызға шығарып сала алмаса, ол енді қиын екен ғой. Одан асқан қасірет жоқ. Ал соңғы ақтық сапарға лайықты түрде бізбен қоштасып шығарып салатын болса, бізден бақытты, бізден дұрыс өмір сүрген адам болмайды екен ғой. Сол сияқты сізбен біз әрбір перзенттерге, әсіресе мынау жастарға, әрбір аналарымыз болсын, жасы болсын, кәрісі болсын, қазір оны оқып алу шарт емес, бірақ әрбір адам білуі парыз. Оны оқуға шамаңыз келмесе, YouTube-та да тұр. Мәйітті ең соңғы қалай жуындыру керек, қалай табытқа орап, кебінге орап, шығарып салу керек. Соның өзін қазірден бастап сізбен біз дайындығымыз жасап, дайын жүру керек адамдар екенбіз ғой. Міне, бұл жерден шығатын нәрсе, Алла тағала сізбен біздің еңсемізді түсірмеу үшін бір адамдар бар, өзінен өзіне алып алады да, қайран 70 жылым өтіп кеткен, намаз оқи алмай өтіп кеткен, Құран жаттай алмай өтіп кеткен, қазір рүкуққа тұруға, сәждеге баруға, рүкуққа тұруға аяғым жарамайды, сәждеге баруға давленем көтеріліп кетеді, басым жарамайды, белім жарамайды дейтін кісілерге Алла тағала не дейді? Сенің сол босқа өткізіп кеткен уақытыңды, егер ниетің дұрыс болатын болса, соны орнына ауыстырып берем деп тұр ғой. Бұл лайықты өмір сүру, адамның маңдайы сәждеде жатып дүниеден өтіп кету деген сөз неден шығады десе білесіздер ме? Ол нығмет қой жалпы. Қаншама адамдар бар ғой, пешеходтан өтіп бара жатып, аяқ қолы шашылып кеткен, миы шашылып кеткен, моргта әлі күнге дейін денесі бар, біреулердің мәйітін таппай жатыр, әлі күнге дейін жылдап іздеп жүрген, айлап іздеп жүрген адамдар бар. Бір адамдар бар, жаңағыдай әртүрлі себептермен денесі табылмай қалып жатқан адамдар бар. Бұл қиын мәселе де. Ал басың сәждеде жатып дүниеден өту, және лайықты түрде дүниеден өту, бұл Алланың алдында да, бұл дүниеде де абыройлы нәрсе екен ғой, нығмет екен. Сол үшін бұрын ата-аналарымыз дұға қылған кезде, мен өзім әжем мен атам қолында өскенбіз ғой, сол кісілердің көбірек дұға қылатыны, Алла өмір берді, лайықты өмір сүруді нәсіп етсін, лайықты өлуді нәсіп етсін деп дұға қылатын еді.
ой апа сізді жаманшылықты айта береді екенсіз, жаманшылықты айта береді екенсіз деп, өлім шақыра береді екенсіз деп айтатын ек. Сөйтсек олардың қалаған уақытта айтып жүре береді ғой. Шай дайындап жүріп, күптің басында жүріп, қазан басында жүріп, қалаған уақытта айта береді. Есіне түссе болды айта береді. Сөйтсек ол деген сөз адам дүниеден лайықты түрде өту деген сөз, лайықты өлім бер, лайықты өлейік деген сөздің өзі үлкен бір нығмет екен ғой. Қаншама адамдар бар ғой, 5 жыл төсекте жатып қап, инсульт болып, біреуге мұқтаж болып дүниеден өтіп кетіп жатқан адамдар бар да. Сол сияқты бұл жерге келгеннен кейін де сізбен біз не істейміз? Раббым, сен таудай күнәларды таудай сауаптарға айналдырушысың. Біздің күнәларымызды кешір, және лайықты өмір сүруімізді, лайықты дүниеден өтуімізді нәсіп ете көр деп не істеуіміз керек екен? Әрбір намаздан кейін, әрбір құлшылықтан кейін дұға қылуымыз керек екен ғой. Дұға қылуым керек екенбіз. Сол сияқты бұл жерде кімнің құлшылығы, кімнің дұғасы, кімнің ғибадаты қабыл болады, кімдікі қабыл болмайды, оны Алла біледі. Алла шешеді. Бірақ оған лайықты Алла тағала сипаттарды не істеген? Түсіріп беріп қойған. Сол сияқты сол сипаттарға және сол дұғалардың қабыл болуына, құлшылықтардың қабыл болуына сізбен біз не істеуіміз керек? Көбірек дұға қылып Алладан сұрауымыз керек. Мынау бір күні ата-ана демекші өмірдегі ең қиын нәрсе ғой жалпы. Бір класстасым бар. Сонда мынау анасы, өз жалғыз анасы бар еді, әкесі кішкентай кезінде дүниеден өтіп кеткен. Сонда анасы пешеходтан өтем деп 2 машинаның ортасында қысылып қалып, содан төсек тартып жатып қалған ғой. Төсек тартып жатқанда қазір бір 8 жыл ма 9 жыл болған шығар. Сол кезде 5 жыл уақыт қой. Сонда анау төсекте жатқан адам не істейді? Бірінші омыртқа шіри бастайды ғой. Памперс киіп жатады, аяқ өзінен өзі күш болмайды, өзінен өзі сынады, өзінен өзі тұрады. Сонда жаңа класстасым екеуміз бірге барып телефон алғанбыз ғой сол уақытта. Сол кезде 780 мың теңгеге телефон алғанбыз да бірге екеуміз барып. Сөйтіп бір күн хабарласып тұр, апамның дәрмегіне бір ақша керек болып тұр, бір 500 мың теңге керек болып тұр дейді да. Ауса тұрасың ба дейді. Болды, кел берем. Енді Түркістанда ғой, мен Чимкенттен. Чимкентке кел берем. Каспийден салып жібере салшы. Жоқ, Чимкентке кел, мен саған берем деп айтып жатырмын. Чимкентке шақырып алдым мен. Келді, сонымен Гарант деген жер бар, телефон алып сататын. Сол жерге барып, мына телефон қанша қаласың десем, 550 мың теңге дейді. Болды, бер. Міне 500 мың теңге сен сұраған, мынау 50 мың теңге сен жол күреңе келіп кеткенге десем, бұл телефон менде де бар ғой дейді ғой жаңа. Бірге алғанбыз да екеуміз. Сөйтіп айтып жатырмын ғой, бұл телефон сенде бар екен білем, бірақ бұл телефон сен анаңның денсаулығынан қымбат қой деп жатырмын да. Бұл телефон сен анаңның денсаулығынан қымбат қой. Сенің анаңның денсаулығынан, анаңның жүзіндегі қуаныштан қымбат қой деп жатырмын да. Сол сияқты қаншама перзенттер бар ғой, киіп жүрген киімі, ұстап жүрген телефоны, астына мініп жүрген көлігі, анасының денсаулығынан, анасының жүзіндегі қуаныштан қымбат болып жүрген адамдар бар да. Бір бауырымызды көрдім. Астында биік машинасы бар, үлкен кәсіпкер жігіт. Енді намаз оқыған кезде біздің арамызда енді керемет енді. Одан асқан тақуа жоқ. Мынандай, мынау болады, мынау болмайды, мынау бидағат емес. Жаңа осы бір әңгіме ғой айта береді. Сонымен бір күн айттым мен. Бір қашанғы кафеден тамақ іше береміз. Үйіңе бар, тамақ ішейікші дедім да. Үйіңе шақырса енді үйіңе барайық, бір тамақ ішейік. Просто әке шешесі тірі ғой әлі. Сұрап алғам. Әке шешесін көргім келіп жүр да оны. Көрейінші деп тұрмын ғой сен, тақуалығымды көрейін, ата-анаңмен көрейін деген сөз шықты. Олай айтсам ол үйіне апармайын деп тұр ғой. Дәл солай жүріп бірнеше рет айтып үйіне бардым жаңа жігіттің. Үйіне бардым. Біз 4-5 жігіт болып үйіне кірдік, кухнясында отыр жаңа қонақ қылып күтіп жатыр ғой. Әйеліне кіруге болмайды. Бөтен еркектердің алдына кіруге болмайды әйеліне. Бірақ анасы жүр. Қазан басына тамақ салып беріп жатыр, шай дайындап беріп жатыр. Енді келін қаяқта деп жатырмын да, женшем қаяқта деп жатыр. Бірінші апамнан сұрадым, келін қаяқта дедім. Отыр ғой ана жақта деп. Ана апам кішкене агрессивный сөйлеп тұр ғой. Ренішім бар деген сөз ғой жаңа, балама да келіме де. Бірақ апамызбен көкеміз намазда емес, намазға келмей жүр. Ол кісілер келмейді намазға ол. Ол намазға алып келе алмай жүр өз. Бірақ анандай жүріспен келмейді ғой.
Сөйтіп апам айтып жатыр ғой, сол келін тұрса болады да, енді оларға еркекке көрінуге болмайды деген, бөтен еркекке дейді. Сөйтіп жаңа жігіттен ағамыздан сұрап жатырмын, не үшін жеңшем жүрмейді, не үшін анаңыз жүреді, апам жүреді десем, болмайды да шариғат бойынша, білесің ғой, медресе бітірген жігітсің ғой дейді. Бөтен еркекке сен әйеліңе көрінуге болмайды, бірақ апама көрінуге болады екен деп жатырмын да. Ол қандай шариғат деп жатырмын ғой? Ол қандай шариғат? Шариғат қайда жатыр деген сөз ғой, бұның астына шығатын нәрсе. Сонда жаңа отырық сол жерде, анасымен мәмілесі дұрыс емес қой. Тағы да бір тоқал туралы әңгіме айтайын деп тұрсыңдар ма деп апам сөйлеп шығып бара жатыр ана жерден. Отбасыға дінді түсіндіре алмау бұл өте үлкен проблема өмірде. Одан асқан қасірет жоқ. Қаншама ата-аналар бар, намазға келе алмай жүрген, дінге келе алмай жүрген, мынау сақалды көрсе, сақалды бір жау көріп жүрген ата-аналар бар. Не үшін? Өйткені солай сипаттап көрсетіп қойған ғой. Бұл дін дұшпандардың несі? Миссиясы осылай көрсету керек. Болды, ата-ана разы емес, бітті ғой бәрі. Ата-ана разы емес, бітті, құлшылықтың бәрі қалды ол жерде. Неге? Себебі ата-ананың разылығына байлану керек ол құлшылық. Сіздің намаз оқығаныңызға да ата-ана не болу керек? Разы болу керек деген сөз шығады ғой. Бірінші, ата-анаға уағыз айтуға, жалпы шариғат бойынша, ол қыздарына не істеген шектеу қойып тастаған айтуға болмайды оны. Тек қана қызмет. Ал ол кісілердің атынан садақа беру, ол кісілердің атынан дұға қылу арқылы ол кісілерді Алланы танытуға алып келеміз. Шариғат осы жалпы. Ал енді былай қарай түсекші. Кейбір аналарымыз, әкелеріміз бар. Бір намаз оқитындарды көрсе, бір фашист көрген дейді, жаңа. Жауыз болып тұрады. Жауыз. Ана бір күн бір тігінші, үстеріңізге киіп жүрген киімдерді осыдан 2 жыл алдын бір тігінші әпкемізге бергенбіз ғой. Сөйтсек универді бітірген қызы бар екен, мата таңдап жүрсек, қызын айтып жатыр. Мен қызымды дейді, қызым айтқам дейді, орамал тақпайды ғой. Әпкеміз айтып жатыр. Сақалды жігіт келіп, намазхан жігіт келсе, бермеймін, мен қызым емессің деп айтып қойғам деп айтып тұр да. Өзі жау көріп жүр өзі. Намазхандарды, орамал таққандарды жау көретін адамдар бар. Өзінен себебі жоқ. Өштің бәрін, кектің бәрін кімнен алғысы келеді? Осы дінді ұстанып жүрген адамдардан алғысы келетін адамдар бар ғой. Енді қараңыз, бұл ислам діні миссиясы не исламның деген сұрақ шығады ғой. Исламның миссиясы, мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам исламды алып келген кезінде исламның миссиясы бейбітшілік. Қазір бізде мына Омардың уақыттарына түсетін болсақ, барлығына бір керемет оқиғалар бар. Оны келесі сабақтарда айтып берейін. Қараңыз, бізде қазір балдар букмекер ойнап жатыр анау. Төбелестіріп жатыр ғой, шығарып алып 100 мың долларға, 50 мың долларға төбелестіреді. Азартқа кіріп жатыр ғой, жас балдар. Ал ол кезде ең бірінші ислам келмей жатып, анау киноларды көрген шығарсыздар. Троя деген сияқты кинолар. Төбелеседі ғой. Төбелескен кезде 30-дан өл, 40-дан өл деген сияқты болады ғой. Қазіргідей жеңіліп қалу деген жоқ. 30-дан өл деген сөз болды. Өлсең біттің деген сөз ғой. Жеңілсең біттің, өлесің деген сөз да. Ол кезде букмекердің, азарттың кәдімгі живой түрі болатын болған ғой. Адамдар төбелестіріп қояды, төбелестірген кезде ақша тігіп отыратын болған. Дәл сол сияқты исламның миссиясы ата-анасы баласынан айырылған ата-ананың жүзіне қуаныш сыйлау. Және исламның миссиясы дінді толық түсінген адамға исламның миссиясына кеше айтқанымыздай, исламның миссиясы ата-анасына қызметін қылу. Алла тағала сол үшін ата-анаға байлап берген. Ата-ана разы, Алла разы деген сөз шығады. Сіз ұлыңызға толық дінді түсіндіріп, сіз жеткізе алдыңыз ба исламды, сіз дұрыс өмір сүресіз деген сөз шығады. Бала шағаңыз, келініңіз дұрыс болады деген сөз шығады. Исламның миссиясы тағы не? Адалдыққа және адамдарды алдамауға, дұрыс табыс табуға алып келеді. Адамдардың хаққысына кірмеуге, күштілер әлсіздерге әлім жеттік қылмауға.
исламның миссиясы осы негізі. Бұл өмірдегі ең үлкен проблема, одан асқан проблема жоқ. Баланың ата-анадан бұрын дүниеден өтіп кетуі, ата-анасының ұйқысын ұрлауы, одан асқан проблема жоқ. Бірақ проблема бар, Алланы тани алмай дүниеден өтіп кету деген проблема. Одан басқа ешқандай проблема жоқ. Мынау исламның миссиясына, исламның миссиясы осы ғой, басқа миссия жоқ қой. Анау класстастардың арасында, бір достардың арасында біреу үйленетін болса, біреу тұрмыс жағында қыз алып келетін болса, өңкей сондай жерде жүрем ғой жаңа. Айттыруға, жаңа құдалықта бір сөйлеуге сондай жерге жібереді, сондай жерде жүрем жаңа. Сонда бір күні бір класстасымыз келіншегімен жанжалдасып қалып, сондай жерге алып барған, бармайым десем де, бар деп алып барған. Сонда сол ненің басында отырып, екі жақта құда қойған, ашуланып отқан кезде оның үстіне ем би емессің, шешен емессің, ол жерде отырады. О үшін амалдап екі жақты бір-бірімен достастырып, құда қойдың кім екенін түсіндіріп, тарихпен түсіндіріп, екі жасты қосып, одан кейін ұрыспайтын дәреже жеткізіп, алып қайтып бара жатырмын ғой. Сөйтсем, жаңа екі құда қой бар ғой, қыз берген, қыз алған жақ, енді жақсы көреді, барсаң төрді береді, ең соңғы сақтап қойған қазысын береді. Сөйтіп айтады, не үшін құрметтейсіздер деп сұрақ қойып жатырмын. Сөйтсем, екі жасты ажырастырмай қосып, екі құда қойдың басын қосып, бір-бірімен кәдімгі құда қойдың не екенін түсіндірген үшін дейді да. Ал осыны жеткізіп берген, мен жақсы көріп тұрмын. Осыны жеткізіп берген Алланың елшісін не үшін жақсы көрмейсіздер? Ал оны бұйырып тұрған Алла не үшін жақсы көрмейсіздер деп сұрақ қойып тұрмын да. Көрдіңіз ба? Исламның миссиясы осыны жеткізіп тұрған пайғамбарымызды, және оны бұйырып тұрған Алланы жақсы көру керек адамдарымыз. Ал сол екеуі ажырасып кетсе, ортада немере қалып кетеді, кім қиналады? Баладан бөлек бірінші ата-ана қиналады. Көрдіңіз ба? Исламның миссиясы не десе, исламның миссиясы осы нәрсе екен ғой. Бейбітшілік, адамдардың арасын достастыру, бір-бірінің арасына көпір болу. Сол үшін сізбен біз осыны жеткізіп берген пайғамбарды, және осыған бұйырып тұрған Алланы жақсы көру керек адамдарымыз ғой біздер. Енді былай түсейін тағы да. Біздің қоғамның дерттерінің бірі, қазір мына жерде көбіне үлкен кісілер, аналарымыз, әкелеріміз, әрқайсымыздың ұл қыздарымыз бар. Болмаса әрқайсымыздың өздерімізге жаңа қарындасымыз бар, әпкеміз бар, әркім өзіне жараса бір проблемасы бар ғой. Қоғамдағы ең үлкен дерттердің бірі осы ғой жаңа. Қыздың қайтып келуі деген сөз шығады. Ол қыз қашан қайтып келеді, жастар не үшін бірге тұрмайды десе, жастардың бірге тұра алмау себебі, мақсаттары бір болмаған үшін ғой. Бұрынғы анау Союздың кезінде аналарымыз бен әкелеріміз жанжалдасып ұрысқан кезде, енді ол кезде қамшылар қазір біреуге тисе кетті ғой, бір 40 күн, 50 күн қамалып кетеді ғой қазір. Боқтаған өзіне кетіп қалып жатыр ғой. Сол кезде екі жақ ұрысып жанжалдасып ажырасуға барған кезде ортада бала бар деген сөз. Сол бір мақсатпен не істеді? Қазіргі күнге дейін бірге өмір сүріп келе жатыр. Ұрыспаған сияқты, жанжалдаспаған сияқты бір қыз жібекпен төлеген құсап өмір сүріп жүр ғой қазір 60-ға 70-ке келген. Сол дәуірді өткізген ата-аналарымыз. Сол сияқты мақсаты бір болмаған ел зайыптыларда не болады деген? Ажырасу болады деген. Мақсаты бір болмаған құда-құдағүйдің қызды қайтып келеді, олы қызды жіберіп қояды деген сөз шығады деген. Мақсат не болу керек екен? Мақсат бір болу керек екен. Мынау уақытында Қазыбек бидің үлкен ұлы Бекболат дегенде би болған жалпы. Сонда мына Бекболаттың екі адамы кімнің Абылай ханның әскеріне ұсталып қалады да, енді оны олар ойлайды ғой жаңа Абылай хан әскері. Орыстарға бір хабар жеткізіп жүрген өзіміздің ұлттан шыққан сатқын деп ойлайды да, оларды алып келеді да, зынданға тастап тұтқындайды ғой 3 күн. Сөйтіп олардың шынайы шынымен Бекболаттың адамдар екенін біліп, дұрыс адамдар екенін біліп азат етіп жібереді. Сөйтсе ішінде біреуі намыстанып, өзінің жаңа бар шынын айтты ғой. Намыстанып, өз-өзін тіліп сол жерде дүниеден өтіп кетеді ғой жаңа. Сөйтсе екіншісі босатылып кетеді. Сонда Бекболат та енді қызба жігіт болған ғой. Бекболаттың алдына барып айтады дейді: "Ей, Бекболат, ол ақиқатында кім болған? Орыстардың тыныш болған, арасына дау салатын, жанжал салатын, бүлік салатын адам болып шыққанда айтады дейді: "Ей, Бекболат, анау Абылай хан Бекболаттың адамысыңдар ма?" деп, ана кісінің өзі өлді ғой негізі.
басын кесіп тастады да маған Бекболатқа сәлемдеме айт деп мен босатып жіберді дейді. Сонда Бекболат қызбаланып 500 аттылы әскермен Абылай ханның ауылын шабам деп шауып келе жатыр дейді ғой. Сөйтсе Абылай ханның ауылында ұстап отқан 5000 әскері бар екен да. Ауылында ұстап отқан 5000 әскері бар екен. Абылай ханда Бекболатқа ол Бекболаттың шауып келе жатқан дұрыс ақпарат жетпейді ғой Абылай ханға. Абылай ханға айтады дейді ғой, сенің ауылыңды шабуға Бекболат 500 әскермен келе жатыр, сені жоқ қылып жіберейін деп тұр. Ауылмен қосып десе, Бекболат дегенің кім болды ол маған деп. Абылай хан ашуланып 5000 әскерін тұрғызған кезде Бұхар жырау келіп қалады ғой осы мәселені естіп. Бұхар жырау айтады дейді. 5000 әскерінде, Абылай, 5000 әскерінде екі қыр асырасын. Және екеуміз екі сүт пісірме уақытта дөннен ары асып өтіп кетеміз. Және 100 нар түйе соясын деп айтады. Нар түйе деген ең мықты түйе ғой. 100 нар түйе соясында қазан көтересің, түтін шығарасын деп айтты да, Абылайды алып шығып кетті дейді. Сөйтсе анау шауып, шаңқытып шауып келе жатқан Бекболат енді бидің баласы қолда, даналығы бар ғой. Түтіннің шығып жатқанын көріп, қазанның көтерілгенін көріп, бұл жерде бұл мәселе шешіледі деген деп әскерін тоқтатып, ауылға кіріп келеді ғой. Ауылға кіріп келген кезде Бұхар жырау Абылай хан мен Бекболаттың арасындағы мәселені, қызбалыққа салынған мәселені даналықпен шешіп берген да. Екеуін бір-біріне жанжалдастырып, бір-біріне бір ұлтты қырдырмағанда, сол сияқты бізде әр әулетке бір Бұхар жырау керек адамдарымыз ғой. Ал ол Бұхар жырау сіз бен біздің өздеріміз ғой. Осындай мәселелерді шешіп отыратын. Сол сияқты мынау апалар, көкелер, бауырлар, сіз бен біз қазірдің өзінен бастап әрекет жасауымыз керек адамдарымыз ғой. Мынау қыздар қыз өсіріп отқандар болса әсіресе қыздарымызға айту керекпіз да, қарындастарымызға, айналайын, сен ертең қайын енең жұмбақ кім болатына, қайын атаң жұмбақ кім болатына, болашақ жарың жұмбақ кім болатын. Дұрыс қой, жұмбақ қой. Қазір атастыру деген тема жоқ қазір. Жұмбақ, қайын сіңілің жұмбақ, қайын ағаң жұмбақ. Сен сол жұмбақты вопросты шешуге бара жатқан адамдарсың. Енді сол барған жерінде сол құдағимен біздің арамызға көпір болатын адамсың. Ол жердің жамандығын жасырып, жақсылығын асырып, бізге жеткізіп, екі ортада байланыстырып отыратын адамсың. Сенің миссияң осы деп біз жеткізіп беріп отыратын болсақ, сол қыздан дұрыс ұрпақ туады ғой иншалла. Бізде керісінше болып жатыр. Қызым не болып жатыр? Қазір кейбір аналар бар, қызын ұзатқанда, қыздың үйінде холодильникте не бар екенін біледі ғой. Қанша кило картошка, қанша кило пияз, қанша жілік ет бар екен біліп отырады ғой үйінде. Бұл жастардың да ажырасуына, бір-бірімен тұрмауына бастан бірден бір себептің бірі осы аналарымыздың өзі екен ғой негізі. Аналарымыздың өзі екен да. Деп жаба алмайды екенбіз. Атамандықты беріп қойған көкелеріміз екен ғой. Деп жаба алмаймыз да, атамандықты беріп қойған көкелерімізді. Оған тағы да былай мысал келтірейінші. Мынау Қазбек би, мына Қалдан Серен деген қондайшы болған батыр ғой. Ол жоңғарларда да батыр шықпаса қазақпен жекпе-жекке шықпайды олар. Сонда Қалдан Серен қазақтың бір ауылын шауып кетеді, бірақ ешкімді өлтірмейді. Бір-екі адам жарақаттап кетеді. Мақсаты Қазбек биді алдына келтіру ғой. Сөйтсе Қазбек би Қалдан Серен алдына барып айтады дейді. Не себепті шақырттың мен десе, сені шақыртқан себебім сендерден бір ұрпақ көру деп айтып. Жиен ел болмас деген сөз бар ма? Қазбек биден қалған сөз екен ғой. Өзге ұлтқа, өзге дінге қыз беруге болмайды негізі. Қазбек би айтады дейді. Жиен ел болмас деген, сендерге берер қызым жоқ, қызыңды берем десем, ұлым дайын тұр деп айтады. Қай ұлыңа бересің десе, менің 1,5 балам бар депті. Қалай сенде 1,5 бала бар, сенде 5 бала бар деп естідік қой десе, Қазбек би айтыпты ғой. Менің 1,5 балам бар деген сөзім Қазбек биден кейін жаңа Бекболатта би болған Бекболатымды бірге тенеймін. Себебі отбасына да, еліне де, жеріне де, әйеліне де сөз өтеді. Сол үшін ол бүтін бір деп айтты дейді. Ал қалған 4 ұлым отбасына да, әйеліне де сөз өтпейді. Сол себепті 4-еуі жарты деп айтты дейді. 1,5 балам бар деген сөз. Сол сияқты бізде бүтін еркектер азайып, жарты еркектер көбейген заман ғой. Жаңа автобусда айтқанымыздай, 50-ден асқасын, әйелің мама болып қала деген да дегенше. Анаң сияқты болып қала деген да деген сөз
мен дұрыс өмір сүрмедім, отандасқаныма 25 жыл, 30 жыл болды. Просто осын алысып өттім деген мағына шығады екен да оның астында ше. Осымен жанжалдасып, осымен ұрысымен, дауласымен 25 жылым, 30 жылым өтіп кетті деген сөз шығады екен ғой. Көрдіңіз ба? Үйде кім болу керек? Атаман, еркек. Бала үйде не көреді, сол нәрсені істейді. Bir күн бір класстасым айтады, әкесінің аты Қанат қой. Үйленген ғой енді. Үйленгеннен кейін әкесі анау анасына, ей топас деп ашуланса сөйтіп айтады екен да. Сөйтіп ана жігіт класстасымыз үйленгеннен кейін келіншегімен дауласып қалса, ей топас деп айтады екен. Сөйтіп ашуын басып болып әкесінің қасына келіп айтады дейді, әке тура бір қанатты көргендей болдым ғой жаңа депті. Не үшін десе, сіздің анамызға айтатын сөзіңіз бар еді ғой, ей топас деп ашуланады. Сол сияқты жаңа келіңіз бір басты кетірген кезде, ей топас деп айтып қалдым да. Сол сияқты сізден көрген нәрсені істейді екен ғой деп айтады дейді ғой жаңа. Сол сияқты отбасыда көрген нәрсесін істейді екен ғой бала деген. Мынау апалар, аталар, сізбен біз дұрыс келін алуымыз үшін, дұрыс жерге қыз беруіміз үшін дұрыс бағыт бағдар көрсету керек адамдар екенбіз ғой. Сол мәселелерді шешу керек адамдар екенбіз. Қазір не үшін астарлы ақиқат сияқты передачалар көбейіп кетті? Білесіздер ме? Осындай қазір көбейіп кетті ғой, қазір түсінбей жатырық қой, не болып жатыр түсінбейміз қазір. Ми деген қақпай қалды қазір көп нәрсені ше. Дұрыс па? Болды, анау өмірден түгіліп кетесің. Біреулерді көресің жаңа, болмайтын нәрсе жанжалдасып жатыр. Біреу мынау мен балам дейді, балам емес, мынау бір бәле кетіп жатыр. Сөйтсем, ол вопросты астарлы ақиқат шешетін дәуірге сол қоғамға келіп қалған адамдар екенбіз ғой. Бұрынғы аналарымыз, әкелеріміз шешетін еді ондай мәселені. Сол кісілер азайып, жоғалып кеткеннен кейін осындай передачалар шешетін заманға келіп қалған екенбіз ғой. Ал сол кісілердің орнын басатын, міне, қазір сол жасқа сіздер жеттіңіздер ғой. Сіздер жеттіңіздер сол жасқа. Отан отбасыдан басталады деген, ау елге қызмет ету керек емес 20 миллион адамға. Әркім өзінің отбасына, әулетіне қызмет етіп, осындай мәселе шешіп отса, біздің қоғам дұрысталады ғой Алла қаласа. Дұрыс па? Дұрыс. Сол сияқты бір апамыз айтады, мен қызымды оқытып жатырмын дейді, қазақ-түрікке оқуға түсірем дейді. Маған айтып жатыр, Түркістан жігітсің ғой, таныс тамырларың көп шығар деп, ана сынап айтып жатыр да мен. Бір сөйлесіп берсе, ана бізбен бірге барған қажекең бар еді ғой сол жерде. Балдарымды, немерелерін оқуға түсіретін болсаңдар хабарласыңдар деген. Маған қарағанда сен жаңа мәмілең дұрыстау болып тұр ғой. Сол қажекеңе хабарласып мен қызымды оқуға түсірейші деп ем да дейді. Жарайды апат, мен сөйлесіп берейін. Енді қандай мамандық десем, медицина мамандығы, ақшаның бәрі медицинада жатыр ғой дейді. Дұрыс оқу керек, оқыту керек дедім. Сөйтіп апам айтып жатыр. Мен не үшін оқытасыз десем, ертең Құдай сақтасын, тұрмысқа шығатын жасқа келіп, тұрмысқа шыққанда ажырасып кететін болса, өз күнін өзі көру керек қой, маған қарап қалмау керек қой дейді ғой жаңа. Көрдіңіз ба? Ниет қайдан басталып жатыр? Ниет, проблема сол ананың өзінен басталып жатыр екен ғой. Ата ананың өзінен басталып жатыр екен. Bir gün bir үйге барсақ, анасы қызына, екі қызына айтып жатыр ғой, көрдің ба, оқыған адам деген осындай болады деп ана түсіндіріп жатыр ғой. Оқып алыңдар, керек болады, ертең Құдай сақтасын, дұрыс емес, ана пәленшенің күйеу баласы ұқсап бір наркоман біреу жолып қап ажырасып кететін болсаң, өз күніңді өзің көресің, ана пәленшенің қызы ұқсап деп қызына насихат айтып жатыр да. Бұл насихат дұрыс емес. Біз соның орнына сізбен біз не істеуіміз керек? Соның орнына сізбен біз дұрыс әрекет жасауымыз керек. Енді бұлай қарай түсейін. Жаңа бізде ажырасу, бір жерде дұрыс болмай қалу деген нәрсе де осы нәрседен шығып жатыр ғой. Қаралы көш деген кітап бар. 60-шы жылдары біздің ұлтты қырып жатқан уақыт қой. Оспан деген батырлар өмір сүрген уақыт қой. Қара Қытайды қырып, осы отанды алып қалу үшін атсалысқан уақыт. Сол уақытта Елісхан деген батыр болған. Елісхан деген батыр болған, біздің тарихта көп адамдар бір жоғалтуға әрекет жасады ғой көп адамдар. Сонда Елісхан деген батыр осы ұлтты алып қалу үшін не істейді? Көшеді ғой жаңа. Бұл ұлт қалсын. Мына жақтан Қытай қысып жатыр, мына жақтан орыс қысып жатыр ғой. Сонда 70 мың адамды бастап қазір Монғолия жеріне барады. 70 мың адаммен. Сөйтсе Мафуан деген қолбасшысы бар екен. Сол жерге барып, орналасып болған кезінде
Оларда тактикасы мықты болған ғой. Қазақтарды алдаған ғой жаңа. Сендер бізге жылқы сатсаңдар, мылтық сатсаңдар, біз сендерге жаңа кілем береміз, төсек береміз, азық-түлік береміз деген сияқты ана қолдарында мылтықты, астарында атты алып алады ғой. Сөйтсе олар біледі екен. Бұл қазақты аттан түсірген кезде, қолына мылтығын алған кезде, қолына мылтығын алып, аттан түсірген кезде бұлардан күш болмай қалады, дух болмай қалады деген ғой жаңа. Сөйтіп қолдарынан алып қояды да, Елісхан бастаған қолбасшы ғой енді, батыр кісі. Сол бастаған 5-6 жігітті менмін деген батыр жігіттерді алып келеді, аяқ қолын кісендеп тастайды ғой. Сол ауылды сыртынан қоршап алады жаңа моңғолдар. Сөйтсе Елісхан батырдың қараңыз, Елісхан батырдың екі сұлу қызы болады ғой. Ай десе ауыз бар, күн десе көз бар. Сондай сұлу екі қызы болады. Ол екі қызды да тұтқынға алады да, сөйтсе екі қызына келіп моңғолдар айтады дейді. Біздің тілмен айтқан кезде бірінші түнінде бізбен өткізсең, етегіңді көтерсең, әкеңді де, және анау 70 000 адамды да азат етіп жібереміз деп айтты дейді. Сөйтсе екі қызын біреу айтады дейді. 70 000 адамды да әкемді де өлтіре сал деп айтқан. Сонда әкенің өлімінен ар қымбат болып тұр ғой. Дұрыс па? Қазір қызық салдырып байға тиіп атқандар көбейіп кетті ғой, соларға арналған әңгіме. Бұл үлкен дерт, қоғамның дерті бұл. Ол қыздың етегін ашып атқанда, ол бөтен біреу емес. Біреуміздің баламыз, біреуміздің ініміз, біреуміздің досымыз. Қараңызшы. Сол етегін ашқызып қойғанда үйде ата-анада кінә негізі. Бұл қоғамның дерті жалпы. Дәл қазіргі қоғамның дерті. Ана бір психолог отыр ғой. Қазір 10 қыз болса, 10 қыздың 7-інде жоқ. Солай тұрмысқа шығып жатыр дейді да. Сонда әкесінің алдына екі қызын алып кеп айтады дейді. 70 000 адам қоршауда тұр. Қырып жіберейін деп тұр. Аямайды. Әкесін де өлтірейін деп тұр ғой. Сөйтіп айтады дейді екі қызына. Көз алдында ауыр ғой. Әкенің көзінше туған қызын зорлау ауыр. Өз еркіммен келісесің ба, әлде зорлайық па әкенің көзінше деп айтып тұр да. Сөйтсе қыз айтады дейді, қолымда кісен шешіңдер деп. Қолымда кісен шешіпті да. Қолындағы анау кісеннің кілті өткір болған ғой. Өзін тамағын өзі кешіп жіберіпті ғой. Екінші қыз айтыпты ғой. Мен де келіспеймін, өз-өзімді өлтірем. Болмаса, әкемді де қасындағы достарында, мына қалқымда 70 000 адамды қырып жіберіңдер деп айтқан да. Неге десе, әкесі сол екі қыздың құлағына құйған ғой, сенің арың қымбат. Сенің арың тапталса, менің өлгенім жақсы деп айтқан екен да. Көрдіңіз ба? Ата-ананы тірі өлік қылу деген сөз екен ғой. Әкенің бауырдың басын жерге салбырату деген сөз екен да ол. Сонда жаңа осы оқиға біткеннен кейін молдалар, имамдар, ишандар айтыпты ғой, ол қыз шахид болды, өзінің арын сақтап кеткен үшін деген екен. Өз-өзіне қол жұмсаған адам жәннатқа кірмейді дейді. Өзінің арын сақтаған үшін шахид болды деген екен. Сол сияқты мынау әкенің өмір сүргенінен де қымбат нәрсе бар қыз үшін. Арын сақтау ғой. Сол үшін бұрын әжелеріміз, аналарымыз дұға қылған кезде, және насихат айтқан кезде қыздарына, қызым арлы бол деп айтатын сөз содан шығады екен. Бір күн бір дау болып жатыр. Сөйтсе ана күйеу бала жақ кешеде ана бір нелер шығып жатыр ғой. Мен қыз болмай келген, сол үшін ажырасқам деп, осы жаңа астарлы ақиқат сияқты передачалар шығып жатыр ғой. Осындай нәрселер дамып кетті қазір. Қыз болмай келген маған деген әңгіме шығып жатыр ғой. Сөйтсе анасы айтып жатыр да, қазір кім қыз болып шығып жатыр екен дейді ғой. Қазір кім қыз болып шығып жатыр екен дейді. Намысы бар еркек, оны көтер алмайды ғой жалпы, бір сөзбен айтқан кезде. Сол сияқты мынау қыз асырап отқан, қарындасы бар, әпкесі бар, аналар, әкелер қызға насихат айтқан кезде ең бірінші насихат не? Ең бірінші насихат арлы бол деген насихат қой. Одан асқан ешқандай насихат жоқ екен. Одан асқан ешқандай насихат жоқ екен. Және қыздың арлы болып табалдырықты аттағаны, арлы болып табалдырықты.
ата ана үшін одан асқан абырой жоқ екен ғой. Одан асқан абырой жоқ. Сол үшін апалар, көкелер, ұлдарымыз, қыздарымыз, әпке қарындастарымыз арлы болуын, солардың намысты болуын, солардың біздердің бастарымызды бір жерде салбыратпауын Алла тағала нәсіп етсін. Сізбен біз сол ұл қыздарымызға дұрыс насихат айтып, соларға дұрыс жеткізуді, соларға дұрыс бағыт бағдар беруді Алла тағала нәсіп етсін. Апалар, көкелер, бауырлар, бұл жерде әрбір айтылған насихат біздер үшін, бұл қоғам үшін өте керек ақпараттар ғой. Бұл өмірде өз-өзімізді тауып алуға керек ақпарат. Бір анамыздың сөзі бар еді. Мына Сафа Марвада тауаф етіп жүріп бір топпен. Осыдан 2019 болмаса 2018 жылы ғой. Тауаф етіп жүріп, жасы 71-ге келген. Сонда тауаф етіп болғаннан кейін Сағида қолына ұстап жүрмін. Апам айтады, Ясин жаттағасын ба, жаттағам, мүлік жаттағасын ба, жаттағам. Мен оқиын, сен соны текшер дейді. Арабшадан оқыған. 63 жасында жаттаған екен. Құранға 63 жасында отырған. Арабша Құран. Қазір бізде көз көрмейді, құлақ көрмейді, давление ғой, анау ғой, мынау ғой, сұлдау көп қой. Оған уақыт керек емес Құран жаттауға. Оған махаббат керек қой. Үйде оқи алмасаңыз да, осы жерде бір лайфқа айтайын ба, блогерлердің тілімен айтқан кезде. Қазір Қазыбек би дегендер өтпейтін болды, блогерлердің тілімен сөйлейтін болдық қой қазір. Жаңа автобуста айтқанымыздай, Абайдың қара сөзі емес, Мұрат Абділдан қара сөзі деген сияқты осындайлар өтетін заман болды ғой қазір. Абай айтып кеткен деп бір интернетте шықпайды, Мұрат Абділда ақиқатты айтып кетті деп қазір тоқтамай жатыр ғой қазір. Шығып жатыр ғой. Қараңыз, бір лайфқа қандай кітап оқи алмасаңыз да, көзіңіз жетпесе де, кітапты ашып қойып, бір 10 минут, 15 минут отырсаңызшы. Соны көрген ұл қыздарыңыз кітапқа деген махаббат ашылады ғой. Сол махаббатты ашатын сізбен біз ғой. Былай қарай түсіндірін, осы жерін отыр қойып, екі кейіпкерді алайықшы, Асан мен Үсен деп. Екі кейіпкерді. Бізде әлі көп кісілер жетпей жатыр ғой жаңа. Көрген істейді дегенше. Екі кейіпкерді алайық, Асан мен Үсен. Асан әкесі, Үсен баласы. Асан әкесі айтып жатыр. Бір қолына арақты алып, дастархан үстіне қойды да, балам, мынау харам ішпе деп айтты. Екінші қолына шошқан етін алды да, мынау харам жеме деп айтты. Сөйтті да, Асан айтты баласы Үсенге, балам, мынаны жеме деді да, тастап жіберді. Харам бұл деп. Қазір бізде сондай бір адамдар бар, арақ ішіп отырса да ше, шошқан етін жеуге болмайды, харам деп отыратын. Дұрыс па? Сондай адамдар бар. Колбасаны халалыңыз деп отыратындар бар, арақ ішіп отырса да. Мынаны тастап жіберді. Мынаның арақтың зиян екенін айтты да, бірақ әкесі басына бір проблема келіп қалды, сол проблеманы осы арақпен ұмытқысы келді да, ішті. Бала оны көрді. Мынаны тастап жіберген көрді да, өмір бойы шошқан етін жемей кетті ғой Үсен. Бірақ нанның да харам екенін білді, бірақ әкесін пайдаланған көрді да, харам екенін біліп тұр. Бірақ арақты пайдаланды. Бұдан шығатын сөз, ата-ана не істейді, бала сол көрген істейді деген сөз шығады. Қазір бір аналарымыз алдайды ғой. Бала шаға үшін ғой деп, базарда картошка пия сатып тұрады бір кісілер, біреулер жаңағындай жұмыс істеп жатады, мұғалім болады, бір госслужбада істейді, басқа жерде істейді. Бала шаға үшін ғой дейді ғой. Ол алдап жатыр ғой. Не үшін? Ертең жасы 50-ге 60-ға келген кезде аузымызға су тамызатын біреу болсын деп айтатын еді бұрын әжелеріміз. Қазір ол сөзді естімей қалдық қой қазір. Ана болмаса бір қайын сіңілісі ма, бір құрысы ма біреуге айтады, мынадан кейін біреуін туып алсайшы, аузыңа су тамызатын сол болады деп айтатын еді бұрын. Сонда анау анамыз, әкеміз алдайды екен ғой, бала шаға үшін ғой деп ше. Неге? Жасы 50-ге 60-ға келген кезде анау бала шаға ата-ананың ұйқысын ұрламау үшін, солардың рахатын көру үшін не істеу керек екен? Оны жұмыспен қамтамасыз етіп, толық қажетін өтеу керек емес екен. Ол балаға дінді түсіндіріп, Алланы танып қою керек екен, бұл басқа еш нәрсе керек емес екен. Жаңа айттық қой, бұл өмірде Алланы танымаудан басқа ешқандай проблема жоқ. Мынау Абайдың атқосшы Баймұрат деген екеуінің арасында сұхбатпен түсіндіріп берейін. Баймұрат айтып жатыр дейді. Абайдың жорғасын тұяғына таға қағып жатыр дейді да, Абай бір жылқы 15 жыл орта есеппен 15 жыл өмір сүреді. Бұғал 15 жыл өмір сүрген кезінде тырнақ қой енді.
тырнақ 20 сантиметрге дейін өседі, сол 20 сантиметр қай жерге дейін жасырды деп айтады. Абай айтады дейді. Ей Баймұрат, адамға 3 нәрсе керек. Ақыл керек, ой керек, парасат керек депті. Ақылың болса, сол тырнақ сенде де өседі ғой депті. Қазір ғалымдар зерттеп шығарған, адам 60 жыл өмір сүретін болса, орта есеппен 90 сантиметр тырнақ өседі деген да. Қолдың өзі 90 сантиметр қайға жасырылған? Алла Тағала сол үшін айтады, өздеріңнің қалай жаратылғандарыңа не істеңдер дейді, қараңдар дейді ғой. Өздеріңнің қалай жаратылғандарыңа қараңдар. Бір әпкеміз бар, акушер. Сол кісі айтады, 2-ақ сүре біледі, бірақ менмін деген қари медресені 10 жыл, 15 жыл оқыған адамдардан ықыласы, тақуалық артық та. Сол кісі айтады, анау зерттей берген ғой, акушер оңай емес қой. Бір тамшы ұрықтан дейді, адам жаратылып тұр дейді. Ол жатырға түседі, одан 14 күннен кейін ол қан болып үйіт, одан ет болып, дене болып пайда болады, 9 ай 10 күннен кейін баланы дүниеге алып келеді. Бір тамшы судан Алла Тағала сені жараттым деп тұр ғой. Соны көзбен көріп, зерттей беріп, Алланы танып алған адамда. Сол сияқты әр саланың маман шығатын болса, ол міндетті түрде Алланы таниды. Жай ғана бір Қазығұртта бір стоматолог ағамыз бар. Сол кісінің өзі тісті зерттей беріп, маманы ғой. Тісті зерттей беріп, Алланы танып алған кісі. Айтады, мынау тісті зерттей беріп, Алла Тағала дейді, артқы тістің бәрін жалпақ, алдыңғы тісті үшкір қылған дейді. Бір нәрсені үзіп жеп, артпен шайнау үшін. Ал бүкіл тіс жалпақ болса, болмаса, бүкіл тіс үшкір болса, ол болмай қалады дейді. Әрбір нәрсенің есебі бар дейді. Сол сияқты Алланы тану үшін өзіміздің 12 мүшемізге қарасақ, соның өзі жеткілікті екен ғой. Соның өзі жеткілікті болып қалады екен. Сол сияқты біздердің Раббымызды танитын жүрек беруін, пайғамбарды жақсы көретін сезім беруін, ол қыздарымызға дұрыс бағыт бағдар беретін, сондай даналық беруін Алладан сұрайық. Сол сұрайтын жерде, дұға қылатын жерде сізбен біз жүрміз иншалла. Сол үшін апалар, көкелер, бауырлар, әпке қарындастар, сіздермен біздерді Алла Тағала бұл жерге жайдан жай алып келген жоқ. Басымыздағы проблемаларды біліп шақырды. Сол проблеманы шешіп берейін, дұға қылшы деп тұр ғой. Сұраш деп тұр да, берем деп тұр ғой. Ал сол проблемасын ұмытып кетіп жүрген адамдар жүр да бұл жерде. Жай намаз тәсбihмен алысып кетіп жүр. Проблемасы жоқ адам құса өмір сүріп жүрген адамдар бар ғой. Сол сияқты біздер ұмытпайық. Біздерге бұл өмірде не үшін өмір сүріп жатқанымызды, және бұл жерге не үшін келгенімізді, мақсатымызды ұмытып қалмайық. Сол мақсаттарымызға сізбен біз бекем болайық.